Акын жанды отбасы 3-бөлүм. Жаңа жылга экөөңө сыйлык берсем, маған өз бірдеңе берем екен. Отағасы анашым екеумізге қуантып қандай сыйлық береді екен? Бала шағам сыйлықтар берсе алып, жаңа жыл қазақтікі емес десем сенем екен. Не болса да беріп көріп байқайыншы, сыйлық берсе бір қуанып қайтайыншы. Анашым, Алла берген сізді сыйқып, телефон жаңа жылға менен сыйлық. Айналайын, бақ жұлдызым жана берсін, келінім немерелер таба берсін. Ұлымның табысы өсіп, телефонға ай сайын едінса сала берсін. Елдің көрмей мазағын, қатынның көрмей азабын, өсіп өніп көгеріп, кредиттерің төленіп, бірің жұлдыз ай болып, миллионер болып, бай болып, тапқан ақсаң бүйіріп, машинаңның багына 95 бензин құйылып, күнде қызық көріңдер. Келін менен екеуің 200-ге келіңдер. Аумин. Әумин апа, айтқаныңыз келе берсін. Алла сізге ұзақ ғұмыр бере берсін. Шын тілесе айтқаныңыз келе деген, анам да маған сыйлық берем екен. Балам ау, сыйлығымды берейін десем, жаңа жыл қазақтікі емес екен. Апа көрші келген еді еркін деген, апаң үйге вечерге келсін деген. Қандай вечер, қыстың күні байқайыншы, тыныштықпа барып көріп қайтайыншы. Шіркін ай, ақылды ғой ана деген. Сыйлық берсе үндемей ала деген. Баласына сыйлықты берер кезде жаңа жыл қазақ болмай қалады екен. Енді осылай санасып жүресіз ба? Апамның батасы сыйлықтан қымбат білесіз ба? Көзің бақырайып подарка алғың келіп тұр ма? Подарканы алып жаңа жыл қазақтікі емес деп тұр ма? Қойыңызшы, маған да сыйлық бересіз ба? Мен де сізге сыйлық алдым, сенесіз ба? Қазір мен машинаға барып келем. Мен де сіздің сыйлықты алып келем. Киім ойымды дәл табады екен. Әйелім түсінбесе жаман екен. Hamalından şey, hamalından şavamalı. Гаражыңның алдына шықшы балам. Отағасы шақырып жатыр сізді апам. Зымырай берсін сіздің аппақ жүйрегіңіз. Жаңа жылға мынау біздің сыйлығымыз. Сүйкімді жарым ақылды анашым бар, әйтеуір көңілімді табасыңдар. Құтты болсын балондарың жаным балам. Рассрочкасын өздерің төлей саласыңдар.